Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян, әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Мен бүгін сіздерге намаз бастағысы келетіндерге оқуға ұсынатын 3 кітапты айтып бермекшімін. Оның біріншісі әрине Мұхиддин Исаұлы мен Қайрат Жолдыбайұлы бірігіп жазған Ислам ғылым халы кітабы. Бұл кітапта бүкіл дініміздің негіздері жазылған, яғни дәрет қалай алу керек, намаз қалай оқу керек, ораза қалай ұсталу керек, барлығы осы жерде толық баяндалады. Мысалы, сіздер үнемі қойып жүретін көп сұрақтар бар ғой. Дәретімді не бұзады, не бұзбай, таямымды қалай алам, немесе намазды қалай оқимын, шатасып кетсем қайтем деген секілді сұрақтардың барлығы да осы кітапта жауап бар. Сондықтан да осы дініміздің негізін оқып алуға кеңес берер едім. Ал екінші кітап ұсынатын ол хадистер жинағы, Имам Науаидің хадистер жинағы. Өйткені өздеріңіз де білесіздер, бізде дініміздің негіздері мен әрине ол Құран болса біріншісі, ол екіншісі хадис. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөздерін толықтай осы енді түгел болмаса да ең негізгілерін осы кітаптан оқуларыңызға болады. Бұл жерде сонау ниеттен бастап ары қарай адамның арасы мансап болсын, ғайбат болсын, намаз болсын, соған байланысты айтылған бүкіл хадистер жинақталып берілген. Яғни біршама діни біліміңізді көтеруге мүмкіндік. Ал үшінші кітап бұл Құдайберді Бағашардың Тақылым тамшылары деген кітабын айтар едім. Мұнда негізінен қысқа ғибратты әңгімелер. Бұл кітапты оқып отырып, адам жеңіл ғана негізіне ұсын болған дүниелерін ақырын үйрене біледі. Бұл жерде көркем мінез болсын, түрлі адамдардың дінге қатысты әрекеттері болсын, соның барлығы әдемі баяндалған. Бұл сонау пайғамбарлардан бастап бертінге дейінгі әулие, ғалым адамдардың өмірінен алынған ғибратты әңгімелер. Осы кітапты ұсынамын. Намаздарыңыз қабыл болсын, тезірек бастап кетулеріңізге тілекшімін. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Каналыма жазылып, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.